Әсел. Соңғы қатысушымыз Тұрманқызы Нескүл. Қыздарға айтар тілегім тек қана алға сәттілік. Бойжеткен арулар келіп жетті танытуға, бойындағы бар дарынды дамытуға. Қорықпастан сахнаға келіп жетті әдеп пен ізетіне танысуға. Бұл сайыста үздігі қағысты, көрейік ару қыздарды жарысты. Бұл залда білетін бар, білмейтін бар, әрбір ару көрсін өзі таныстым. Дей отырып қызғалда қызғанымызды өзін өзі таныстыру сәтіне куә болыңызды. Алғашқы нөмірді қатысушы арулымыз Мерейлі Мадина. Сіздер жиналған көпшілік қауым, бейіт қойған жанынан ұлдың арын, қызып жүрген қазақтың қайсысы, қатасыма салынған әрқадады. Атым Мадина болады сұрасаңыз, қожа екен кешегі бір атамыз, әкем аты Қожабек Асқартау, пана болып біздерге жүз жасаңыз. Анам аты Райгүл Файзулла қызы, жүзінен төгілетін күннің нұры, атына кіргертін сенің, мойныңнан түсетін екен перзентшігі. Ұстазым Ұлмекен апай аяуладан, біздерден бар білгенін аямаған, осындай ұстаздардың арқасында көпшіліктің көңілі тоярмаған. Көп айтып өз жайды не қылайын, өнерімен оғанда даңғылайын, кішіге үлгі, үлкенге өнеге болып сахнан көрмесем ғой. Екінші нөмірде қатысушы арумыз Арайлы Ағынкен. Бас иемін ата-баба рухына, бас иемін жалпы қазақ ұлтына. Әкем сайын ағарке менің есімім, келіп тұрмын сәлем беріп жұртыма. Кіші жүзден тараған қорғас едім, алдыма адал мақсат қойған едім. Дермененің ұланымын ұлағатты, өніп өскен ортам бар жұрағатты. Тәуекел деп алдарыңызға келіп тұрмын, иелер сәлемімді беріп тұрмын. Сайыста өнерімді бағалаған жұрт, әділ баға береді деп сеніп тұрмын. Мына мөлде шалқықпады шаршама, қиындықты жеңді бізден қаншама. Басталғалы мына тұрған сайыста сәттілікті тілеймін баршаны. Ардақтыға мектебімнің ажасы, қолда дәстүрінің жалғасы. Қарақылды қаңжарып саралайтын сәлем бердім әділ қазақ арқасы. Ұстаздар көп, шәкіртжан, мұғалім